Атақты математиктердің барлығы бала кездерінде санамақ айтуға құштар болған. Виноградов санамақ баланың есепке, ойға жүйріктігін дамытады. Бала санамақ жаттаған соң өздігінен санамақ құрастырғысы келеді. Ойнап отырса да, далада жүрсе де, саннан сөз құрап, ойын дамыта береді. Санамақтың пайдасы осында дейді. Баланың тілі еркін шыққан сәтінен бастап санамақ үйрету керек. Себебі 4-6 жасқа дейінгі балалар табиғаттан үйлесім іздеп, соны игеруге талпынады. Расыхаев санамақ ересектер үшін мағынасыз ойын тәрізді болып көрінеді, бірақ астарында баланы есепке, ойлануға жетелейтін тапқырлық жатыр дейді. Санамақ ең алдымен баланың өлеңге құмарлығын күшейтеді. Жатық сөйлеуге дағдыландырып, олардың жаттау машығын, танымдық ой өрісін жетілдіреді. Усова санамақ ұйқасты талап етеді, сондықтан бала оны айтқанда ұйқаспен шешен сөйлеуді үйренеді. Болашақта да қисынды сөйлеуге бейім тұрады дейді. Ғалымдардың көпшілігі жас кезінде санамақты жақсы айтатын баладан келешекте ақын жазушы, шешен, журналистердің көп шығатынын айтады. Америкалық ғалым Рубин Memory in Oral Traditions кітабында санамақтардың балалардың ойлауын, сөйлеуін, есептей білу қабілетін жетілдірудегі маңызын айрықша атап көрсеткен. Оның өлшемін, ырғағын зерттей отырып, бала психологиясына әсерін аңғарды. Санамақты көп айтатын баланың импровизациялық, яғни суырып салмалық шеберлігі барынша артқан. Ойы ширап, белсенділігі күшейген. Тіпті бала өзін емін-еркін және тәуелсіз сезінген. Мінезіне де қайсарлық, өжеттілік бітіп, көшбасшыға тән қасиеттер байқалған. Ең бастысы, өзін басқадан кем сезіну, көңілі толмаушылық, торығу сезімдерінен арылады. Демек, балаңыз жасқаншақ, жайбасар болса, санамақ жаттату арқылы сол кемшіліктерден арылтуға мүмкіндігіңіз бар. Әрі санамақ баланың құрдастарымен майлы қасықтай тез араласып кетуіне дәнекер болады. Өйткені ойын үстінде оны айтуға бір бала емес, бір топ бала атсалысады. Санамақ тілінің барынша қарапайым екеніне назар аударған Цейтлин, баланың бастапқы сөздік қорын осындай қарапайым сөздер құрайды деген. 20 ғасырдың орта шенінде румын зерттеушісі Константин Брайлою мен америкалық филолог Робинс Бурлинг бірлесіп зерттеудің нәтижесінде әлем халықтары санамақтарының бір-біріне өте ұқсас, әмбебап сипатта болатындығын анықтады. Демек, бұл баланың қалауы, тілегі барлық ұлтта бірдей екендігін дәлелдейді. Психолог Абашина есту қабілетінде мүкісі бар оқушылардың тілін жөндеу үшін санамақ пайдалануға кеңес береді. Өйткені құлағы жөнді естімейтін балалардың сөйлеуінде де кемшілік болады. Мамандар арнайы тәжірибе жасап көрді. Жаттығудан соң құлағы нашар еститін 20 баланың 13-і мүдірмей тілдесе бастаған. 3 баланың сөйлеу мәнері бұрынғыдан жақсарған. 4 бала ғана өзгермеді. Ғалым Губерина санамақ арқылы біз баланың миын тез дамытамыз және есту сезімін күшейтеміз дейді. Аушадияр санамақтың ертеде қазақ арасында кең таралған түрі, кейін ұмыт болған. Исләмжанұлы Аушадиярды қыз ұзату тойында қызға арнап айтылған насихат өлең ретінде анықтайды. Оның арғы тегі санамақтардан бастау алатынын айтады.